Сәлем достар, бүгін сіздермен сырниктардың рецептісімен бөлісемін. Бізге керек жұмыртқа, қант, ұн, творог. Сырникқа осындай түйіршік творог және сухой творогты қолданған дұрыс. Мен осындай марліні қолданам, 2 қабат, немесе ситаны қолдансаңыздар да болады. Маған марлің оңайырақ. 2 қабат марлінің үстіне творогты саламыз, үстін түйіп, бөлек ыдыста қатты сығамыз. Сұйықтығынан арылуымыз керек. Міне бізде осындай құрғақ творог болады, және де осыншама сұйықтық шықты. Бұл сұйықтықты сығып тастаған дұрыс, өйткені творогымыз пісірген кезде жайылып кетуі мүмкін. Құрғақ творогымыздың үстіне 1 жұмыртқа саламыз, ұн саламыз, және де қант саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Бәрін біркелкі араластырғаннан кейін қамыр илегендей біркелкі қылып қолымызбен илейміз. Доскамыздың үстіне кішкене ұн себеміз, творогымыздан 1 ас қасық толтырып алып, ұнға аунатып, домалақтатып, үстінен басамыз. Содан кейін видеода көрсетілгендей стаканның көмегімен сырниктің формасын келтіреміз. Доскамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, сырниктарды үстіне салып, морозильникке қатқанша саламыз. Мен әдетте 1 түнге салып қоямын. Менде морозильникте 1 түн тұрды, күштілеп тұрып қатты. Енді осыларды зип пакеттерге салып қоямын. Кейін таңғы асқа бірден морозильниктен алып пісіре беремін. Сондай-ақ сырниктер морозильникте кемінде 1 ай тұрса болады. Табамызды қыздырамыз. Кез келген майда пісіре берсеңіздер болады. Маған сары маймен пісірген ұнайды. Кішкене сары майды саламыз. Оны ерітіп болғаннан кейін үстіне қатып тұрған сырниктерді салып, қақпағын жауып, орташа оттан сәл төмен отта пісіреміз. Сол кезде сырниктарымыздың ортасы шикі болмайды, жақсы піседі. 2-3 минуттан кейін сырниктарымызды қараймыз. Астыңғы жағы осылай піссе, корочка болып қызарып, екінші жағына аударасыздар. Қызарғанша пісіреміз. Міне біздің керемет сырниктарымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай нәзік, әдемі, дәмі енді керемет. Жасап көріңіздер. Сгущенкамен, вареньемен, шоколадпен, балмен, кез келген затпен бере берсеңіздер болады. Және де сырниктарды жасап жатқан кезде арасына шоколад салып жіберсеңіздер енді күшті болады. Өйткені піскен кезде шоколадымыз еріп, өте дәмді болады. Мен қанша рецепттерді көрдім сырниктардың, бірақ осы рецептке жететіні жоқ. Оп-оңай, тез әрі дәмді. Жасап көріңіздер. Ас болсын, лайк, подписка ұмытпаңыздар. Рахмет.